жатырмын. Өткенде бетіңіз осыншалықты жылтырайтындай, тоналка күшті тұратындай не істейсіз деп сұраған кісілерге дәл осыны сұраған болатын менен. Needly Vita C Glue Jelly Pad суретке түсіріп алсаңыздар болады. Мен осылай макияждың алдында бетімді ылғалдандыру үшін 15 минутқа қалдырамын. Осылай. Бұл Needly'дің осы бетіе бетке сияние береді. Бетке сияние береді. Мына жер жөндеп жабыспай тұр, енді білмеймін неге екенін. Дұрыс жабыстырмадым ғой деймін. Оның алдында мен бетімді умывашкамен жуып алдым. Ернім бүгін құрғап тұр, сондықтан да біз Essence-тің Jelly Vanilla, дұрыс оқыдық па, оқымадық па, бір құдай білсін енді. Lip Mask. Осыны ерніме жағатын боламыз. Осындай. Есі күшті барақта. Ваниль десең, ваниль болып тұр ғой. Так. Осылай аламыз. Осылай жағамыз. Макияжға дейін ернім ылғалдандыру керек. Төмен кеттім. Қыздар, бетіміздегі маскамызды алып тастауымызға болады енді. Осындай. Мынау камерам кішкене қозғалыңқырап тұршы. Жарайды. Микрофоным мына жерге қойып қойдым, шынымды айтсам. Өте төменде тұр. Мүмкін мынаны кішкене былай төмендетем. Оа. Менде Medi Flower деген крем. Бүгін SPF-тің орнына осы Medi Flower-ды пайдаланам деп шештім. Осындай қазығы бар еще бұның. Көп керегі жоқ, кішкене ғана жеткілікті. Осылай жағып алайын. Менің мынау штативім. Штатив емес, селфи палочка. Жөндеп ұстамайды екен. Телефонды ше.
болмаса парламент түсінуі тиіс. Өйткені қазіргі таңда тісті ақшасы барлар ғана жасататын болып кетті. Сондықтан да мен сағыз шайнамауға негізі тырысамын. Құмар да емеспін сағыз шайнауға. Олай болатын болса, қыздар, бүгінгі біздің макияжымыз қарапайым ғана макияж болады. Ешқандай артық қиындықтарсыз әдеттегі күнделікті бояп жүрген макияжымды жасаймын. Сол үшін біз қазір менің ең сүйікті әрі ең жеңіл тональный кремім ол коллаген ғасырлар бойы мен пайдаланып келе жатырмын. Осын пайдаланамыз. Қыздар, люкс визаждан Prime Expert Glow Skin. Основа под макияж сияющий дегенді жағуды ұмытып кетіппіз ғой. Қыздар, беттеріңіз күшті болып жарқырағанын қалайтын болсаңыздар, бірінші кезекте біз бетімізді жақсылап жуып, бетімізге маскалар жасап, увлажнение береміз. Бұл бір. Екіншіден, основаны дұрыс таңдаймыз. Күшті сияние береді қыздар. Скриндап аламыз, жазып аламыз, көріп аламыз. Қазір көреміз. Міне менің бетімде ешқандай сияние жоқ. Жеріме жағып алайын. Бізде мынау тереземіздің жалпы үйдің шумоизоляциясы қыздар. Дұрыс емес. Так, бетіме қараймыз. Мына бетімді жағайыншы жарайды. Міне. Маңдайыма да жағайыншы, көрінбей тұр ма? Міне. Камерам қарайып, мен өзім жөндеп көре алмай тұрмын. Жақындатып көрейік. Көрініп тұр ма қыздар? Мына бетім енді кішкене өзде сияние болып тұр дегенмен де мынау жылтырлап тұр. Қазір ішіне кірпіктеріме мән бермейміз қыздар. 5-6 тал кірпігім қалды өзі. Сосын не істейміз?
макияжысын аламыз да. Макияж басталмай тұрып, яғни бетіңізге увлажнение бердіңіз, основа бердіңіз. Мынаған дейінгі дүниенің бәрін бетімізге жаққанымыздан кейін бір рет жақын алып қойдым ғой деймін. Осылай жағамыз, яғни себеміз бетімізге. Неге? Сонда макияжымыз 2 есе стойкий болады, қыздар. Сосын барып бетіміздегі кепкеннен кейін тональный основа жағамыз. Бетіміз кепсін. Кеше мен шаш боядым. Микрофонымның төмендігі маған кедергі болып тұр, шынымды айтсам, өйткені арқам ауырып кетті, еңкейіп отырып сөйлеймін деп. Кеше мен шашымды боядым. Шашымның түсі жаман болып сарғайып кетті, шынымды айтсам. Темно-русый деген алған, бірақ та шоколадный оттенок беріп тұр маған. Өйткені өзімнің шаштарым андай сарғыштау болды да. И сосын мен қателік жасап, бірақ краска алыппын. Шашыма жетпей әуре болдым енді, қыздар. Кеттік. Енді коллаген. Коллагенді мен студенттік кезімнен пайдаланамын.
Кыргызстан. Румяна және хайлайтер. Қатты көп керек.
қою болып кетеді қазір. Мына жақтан күн түсіп тұрғанға екеуі екі түрлі сияқты болып тұр. Бірақ екеуі бірдей боялып тұр. Бола берсінші жарайды. Так, алыстатайық. Иә, алыстатайық. Eyeshadow. Мөлдені қайда? Әй, мынау Қытай емес қой. Мынау Қытай емес қыздар. Мөлден PAC дейді. Мынау Қытай емес па? Жарайды. Мен қытайский екен деп ойлап жүрмін. Осындай күшті. Маған ұнайтын түстері бар. О, күн шықты. Мен әдеттегідей бірақ түсті ғана аламын. Мынаны. Бүгін мынаны. Осылай. Жеткілікті. Өйткені бұл бізде жеңіл макияж ғой. Қатты көз боямай қояйық, өйткені бұл жеңіл макияж қыздар. Міне, осымен макияжымыз бітті. Қазір мен ерін бояймын. Ерін неге боясам екен? Мынандай помадаға бояйық. Rude деген фирманікі. French Pink. Көрініп тұр ма? Қайда мына? Өзі осындай-ақ болады екен қыздар.
менде мынандай майлы талап бар. Influence Shine Gel Gloss деген. Gloss X. Бұл әрине бітті. Мына қоңыр түсінен бар әлі. Менің ең сүйікті түсім осы болып қалған ғой. Ешқандай астына помада жақпай жақсаңыз да күшті болып тұрады. Қазір мынау жан-жағына шығып кеткендерді біз түзейміз. Маған негізі контурдан шығып жаққан ұнайды. Күн түсіп кетті. Қыздар, қалай? Күшті болды ма? Мына бір жердегі кірпігім жиналып. Душым жоқ екен. Әйтпесе душыммен бояп жіберетін едім. Қалай? Шашымның түсі де әдемі болып қапты. Маған ұнап тұр ернім. Қыздар, видеомызды аяқтамас бұрын Люкс Визаждың Fixing Spray'ін сеуіп жіберейік. Мінекей, осымен бүгінгі біздің мейкап туториал видеомыз өз мәресіне жетті, достар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелушілер саны бір-бірден болса да көбейіп жатыр. Мен бұған өте қуаныштымын. Алдағы уақытта мен активная боламын деп ойлаймын. Әзірге ол тек қана ой. Сондықтан да тіркеліп қойыңыздар. Ал бүгінге осы күнделікті макияжым менің қарапайым өмірде пайдаланатын, өзіме ұнайды, қарапайым ғана, артық еш нәрсесі жоқ, әрі жеңіл тонмен. Бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеода сіздермен мен өзімнің ерінге арналған талаптарыммен видео түсіргім келеді. Егер де сіздерге сондай форматтағы видео қызық болатын болса, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар, және де мені қолдау мақсатында маған лүпіл басыңыздар. Көптеген комментарийлар жазуларыңызды тілеймін. Осымен бүгінгі видеомыз